Күн бүгін сіздерге үй жағдайында балаларыңыз сүйсініп жейтін чипсыйды жасап көрсететін боламын. Осылай картоптарыңызды жуып тазалап, әдемілеп жұқа етіп турап аласыздар. Өздеріңізге жететіндей аласыздар. Маған 4 штук картоп жеткілікті. Осылай әдемілеп жұқа етіп турап, барлығын осылай дайындап аламыз. Енді ыдысқа кукурузный крахмалды салып, ішіне картоптарымызды барлығын араластырып аламыз. Әдемілеп барлық жеріне біркелкетіп, тиетіндей етіп араларын ашып араластырамыз. Барлығын араластырып болдым. Енді газға қызып тұрған майға әдемілеп қуырып алатын боламыз. Осылай қызартып тұрып, әдемілеп қуырамыз. Осылай қуырып алдым. Барлығы бітті. Видеом сіздерге ұнаған болса, маған лайк басып, комментарий қалдырып, тіркеліп кетіңіздер. Рахмет.